Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін мен біздің Түркістан облысының мәслихат депутаты Марина Лимаренко есімді ханымның жеке қабылдауында болдым. Біз Кентауда Аманат партиясының ғимаратында қабылдау жұмысын жүргізді. Ол жерде мен біздің осы қаламызда Кентауда музей бар. Музейдің күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы себебі мен осы оқушылармен тарихшы болғаннан кейін оқушыларды жиі музейге апарам. Өлкеміздің, қаламыздың тарихын білсін деп. Сол енді шынымен кәдімгідей жөндеу жұмыстары қажет етеді ол музей. Екіншісі, біздің білесіздер, Түркістан облысында адам көп, халық көп. Уағалейкумассалам. Түркістан облысында халық көп болғаннан кейін біздің мынау екі облысқа бөлу туралы. Түркістан облысы және оңтүстік Қазақстан облысы деп екіге бөлсек деген бір ұсыныс айттым. Себебі біздің Жетісай, Сарыағаш, Келес, Қазығұрт, Сайрам, Түлкібас ауданының тұрғындары үшін Түркістанға келіп қайту біраз жер. Соны айтқан, ұсыныстым. Себебі 5-6 сағат жүретін, мысалы Түркістанға келіп анықтама алып кету үшін біраз уақыт жүреді. Қазір білесіздер, күн ыстық, кейде күн қыста күндер, мысалы мұз тайғақ болуы мүмкін жолдар. Сосын енді адамдарға жақын жерге барған дұрыс қой. Сонда ойлаймын, біздің Түркістан облысын екіге бөлген дұрыс деп ойлаймын. Сол ойымды айттым Марина Лимаренко ханымға. Үшінші мәселе, біздің үй жақта Сакен Сейфуллин көшесінің бойында көп қабатты үйде тұрам. Сол жерде біздің есік алдында балалар ойнайтын балалар ойын алаңшасы жоқ. Биыл балалар жылы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол ұсыныс айттым, біздің үй жаққа балалар ойын алаңшасы салынса деп. Сол әрине біздің менің өзім қалалық, облыстық осы депутаттардың халық тұрғындармен кездесуіне жиі барып тұрам. Енді мен бір өтінішім бар осы депутаттарға, осы тұрғындарды жеке қабылдағаннан кейін өздеріңіз барлықтарыңыз мен білем, Facebook, Instagramда парақшаларыңыз бар. Сол жерге мысалы жауап беріп, осындай тұрғынның өтінішін бойынша осындай жұмыстар атқарылды, болмаса осындай хаттар жаздық деген сияқты қылып жұмыстар жүргізсеңіздер деген осы Аманат партиясының депутаттарына өтінішім бар.